бірінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тоқтатпады, ешқандай тоқтатпады, өзінің жасап жүрген дағуатын тоқтатпады. Бір күні Сафа төбесінде тұрған кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам адамдарға Аллахтың дінін айтудан шаршамай айтып тұрды дейді Сафаның төбесінде. Сонда Абу Жахил Алланың дұшпаны келді де: "Ей Мұхаммед, мен саған қой деп айтпап едім" дейді, адамдарға уағыз айтуыңды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны елемейді. Елемейді, алдында тұрған шамал жиналған халыққа Аллахтың дінін үйрете береді. Аллахтың жалғыздығын айтып, тоқтатпай айтып жатқан кезінде Абу Жахил жерден тасты алады да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жанына келіп басынан бұррат таспен. Сонда басынан аққан қан дейді, денесін шайып кетті дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Адамдардың барлығы сол кезде тарап кетті. "Менсінбей тұрсың ба, мен ей Мұхаммед" деп айтты дейді Абу Жахил. "Менсінбей тұрсың ба, мен ей Мұхаммед? Осы ма саған керек болып тұрған ей Мұхаммед?" деп басынан бір ұрған екен. Бұл оқиғаны көріп тұрған Абдулла ибн Жудаан деген, баяғы естеріңізде болса бір өткен сабақтарда айтып кеткен кісі, сол кісінің азат етілген күні бар екен. Сол жаңағы тыңдап тұрған адамдардың ішінде бар екен. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол жерде жаңа бетін жуу үшін қан болған бетімен үйіне қарай кетіп қалды дейді. Адамдардың барлығы да тарап кетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйіне кетті, соның артынша арыстандай айбатты болған Хамза ибн Абдул-Мутталиб Меккеге аң аулап кіріп келе жатыр екен, аң аулап. Енді Хамза бұның көкесі екен біледі, жаңағы күң. Сөйтті Хамзаның алдына жүгіріп шығып: "Ей Хамза" дейді, "сенің бауырыңның ұлына Абу Жахилдің не істегенін білесің ба?" деп. Осылай оның бет аузының барлығын қараған қылып тастады дейді. Сонда Хамза пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түрін көрген жоқ әлі. Сондай ашумен келді де, Қағбаның жанында отырады ғой мүшриктер. Қағбаның жанына келді де, өзінің үлкен садағымен Абу Жахилдің жанына келіп, садағының ұшымен Абу Жахилдің басынан бұрды дейді. Абу Жахилдің басы қараған болып жарылды дейді. "Ей Абу Жахил, қашан қоясың сен менің бауырымның ұлына тиіскенді? Енді бұдан былай тиісетін болсаң біліп қой" дейді. "Мен де соның дініндемін ей Абу Жахил" дейді. Енді бір боғау сөзі бар Хамзаның айтатын Абу Жахилге. Оны айтпай ақ қоя салайын. Бір кемтік сөзі бар Абу Жахилге айтатын, дене мүшесіне байланысты. Сол сөзді айтады да: "Мен де соның дініндемін." Ана ашумен естіп жүр ғой, күнде таяқ жеп жатқан жетеді енді бұл Хамзаға, өзінің бауырының ұлына істеліп жатқан зиян толды мына іш деген. Соның бары атылып шықты. Сөйтті де мына жақтан Бәни Мағзум тайпасы, Абу Жахилдің жаңағы тайпасы ғой, кілең соғыс құмар адамдар, орындарынан атып тұрды дейді. Мына жақтан Бану Хашим атып тұрды дейді, Абдул-Мутталиб, Хамза ибн Абдул-Мутталибтің руы. Екі жақ атып тұрды дейді. Сонда Абу Жахил айтты дейді: тоқтаңдар" деп айтты. "Бүгін мен бұның бауырының ұлына" дейді. Яғни бұның бауырының ұлы деген сөз Хамзаның бауыры Абдулла. Абдулла кімнің әкесі? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әкесі. "Бұның бауырының ұлына мен бүгін" дейді, "біраз зиян жасап қойған едім, керек емес, тоқтатыңдар" деп айтты дейді. Мінекей Хамза осылайша өзінің аузынан шыққан сөзі өзінің шынымен Аллах тағала жүрегіне исламның нұрын ашуымен жалғасты дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жанына келіп исламды қабылдады дейді. Хамза исламды қабылдаған кезде исламның мерейі үстем болды дейді. Енді "Ей Мұхаммед" деп адамдар айта алмайтын дәрежеге жетті дейді мүшриктер. "Ей Мұхаммед" деп айтып жүр ғой Абу Жахилдер, ей ұқбалар. Жоқ, енді Хамза исламды қабылдаған кезде "Ей Мұхаммед" деп айта алмайтын дәрежеге жетті мұсылмандар. Міне осы Хамзаның исламды қабылдағаннан кейін 3 күннен кейін тарихта өте ұлы оқиға болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Арқам ибн Арқамның үйінде жаңадан түскен аяттарды пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға жаттатып отырған екен. Дәл сол сәтте сытырлаған аяқтың дауысы естілді. Іштегі саңылаудан бір сахаба қараса Омар келе жатыр, қару асынған. Ішке қарай Омар келе жатыр, қару асынған деп. Адамдардың бәрі тыпыршып қалды дейді Омардан. Сонда Хамза тұрып айтты дейді: "Егер Омар жақсылықпен келсе" дейді, "онда жақсылықпен қарсы аламыз" деп айтады дейді. "Ал егер Омар жамандықпен келсе, онда өзінің қылышымен өзінің басын шабамыз, ешқандай саспаңдар" деп айтты дейді. "Есікті ашыңдар" деп айтады. Мінекей Хамзаны көріп тұрсыздар қандай адам екен. Солардың ішінде жаңа Асуат ибн Абдул Асад әл-Мағзуми деген кісі шықты да: "Ва Құрайыштар" деді. "Ва Құрайыш, мен қазір мұсылмандардың жағына өтем" деді. "Сол жерге барып құдықтан су ішем, немесе сол жерге барып не істеймін, өлім құшам мен.
немесе сол жерден тірі қайтам деді ғой. Сөйтіп ешіріп жаңағы атын пысқыртып ысқыртып мұсылмандар жаққа қарай кіріп кетті дейді, жүгіріп атымен шауып. Сол құдықтың қасына жақындаған кезде Хамза ибн Абдул Мутталиб қылышын шығарды да жаңағы Асуад ибн Абдул Асадтың балтырын аяғының тізеден төмен шауып тастады. Ананың қаны аяғынан атқылап жатыр дейді мүшриктер жаққа қарай. Мыналардың зәре құты қалмай тұр мүшриктердің. Сөйтіп жаңағы құдыққа қарай не істеді дейді? Бәдірдегі судағы құдық қой, мына жерде құдықтар. Соған қарай суға барам деді ғой. Уәдесінде тұру керек, қана кетіп қалды жаңағы уәде. Ана суға қарай талпынды, аяғы жоқ, бірақ қолымен талпынып құдықтың ішіне қарай түсіп бара жатқан кезде Хамза радиаллаху анху тағы да келіп қылышты түйреді. Сөйтіп алғашқы өлімші болып жаңағы өлімнің хабары жеткен кім кісі еді? Асуад ибн Абдул Асад әл-Мағзуми деген кісі. Құрайыштар ананы көргеннен кейін бата алмай қалды. Ар жақта Хамза тұр ғой. Сөйтті де Шайба ибн Рабиа, Утба ибн Рабиа және Валид ибн Утба деген бір семьяның, бір отбасының 3 адамы шықты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тұрды да бірден Убайда шықты деп айтты дейді. Убайда ибн Харис ибн Абдул Мутталиб. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әкесі бар ғой, Абдулланың Харис деген бауыры бар. Соның баласына Убайда деген. Убайда сен шық, Хамза сен шық, Али сен шық деп айтты дейді. Үшеуі шықты, мына жақтан жаңа үшеуі келіп тұр. Міне біздің қарсыластар осылар деп айқайлады дейді. Сол кезде Хамза радиаллаху анху мен Шайба жекпе-жекке түсті, Али мен Валид түсті, Убайда мен Утба түсті. Үшеуі төбелесіп жатқан кезде Али мен Хамза өзінің қарсыластарын өлтіріп тастады шауып. Сөйтіп мына жақтан Убайда мен Утба төбелесіп жатыр ғой. Екеуі де жараланып құлайды. Ана екеуі келіп тұр ғой, өлтіріп тастап, Хамза мен Али келеді де кімді өлтіреді? Жаңағы Утба ибн Рабианы өлтіреді. Пайғамбарлар падишасы Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам сансыз салауаттар болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өмірінің кезегіндегі ең ауыр жылдардың бірі бұл хижреттің 3-ші жылы Ухуд шайқасы орын алған жыл. Жубайр ибн Мутайм деген кісінің құлы бұл. Жубайр ибн Мутайм деген кісі Вахши деген құлды алып алған. Бұл анау сұрмерген найзамен қадайды екен да. Меккеде ең қатты найза қадайтын біреу осы екен. Бірақ бұл құл. Бұл анау сұрмерген найзамен қадайды екен да. Меккеде ең қатты найза қадайтын біреу осы екен. Бірақ бұл құл. Сол Жубайр Меккеден шығатын кезде айтады ғой, Вахши дейді. Егер де Хамзаны өлтіретін болсаң, саған бостандық беремін дейді. Өйткені ол Бәдірде менің көкемді Туайма ибн Ади деген кісінің өлтірген бұл көкесін. Хамза радиаллаху анху. Соның ақысын алып берсең, азатсың дейді. Соғыспай қой одан кейін сен дейді. Адамдардың барлығы соғысып жатқан кезінде мына жақтың барлығы құрма талдары ғой. Құрма талдарының ішімен өтіп кеттім дейді былай. Біреудің несі тиіп кетпесін маған садағы қылышы деп. Енді азаттыққа шығу керек қол. Найзамды алып алдым дейді. Сонымен мына құрмалардың ағаштарының арасымен жүріп өттім, тау тасты тасалап жүріп өттім дейді. Бір кезде Хамзаның жанына жетіп қалыппын дейді, қарасам. Хамза дейді, бір анау көгілдір бура сияқты дейді да. Алдына келгеннің барлығын жайпап жатыр дейді Хамза бір өзше. Хамза бар ғой, радиаллаху анху. Жайпап жатыр дейді. Ойба, мынау қалай болады екен? Бір сәтті жерді күтейін енді деп. Сонымен бір кісі келді дейді біздің тарап жаңа мүшриктер. Бір кезде соны өлтірді дейді Хамза. Бұл өте бір атақты үлкен кісі. Оны өлтіріп еді, ашық қалды дейді бірге. Мені көріп байқап тұрған жоқ дейді Хамза. Бірақ несі? Денесі түгелмен өзін тастап ашық қалды дейді. Найзаны алдында бостандығым менің осы сәтте дедім де, найзаны лақтырдым дейді ғой. Сондай найза қаяғына қадалды дейді, шапқа қадалды дейді. Мына жағынан шабынан кірген найза ар жағынан өтіп кетті Хамзаның. Хамза мені көрді дейді. Ананы мен көрген кезде, түрін айбатын көрген кезде қашатын жер таппай қалдым дейді, Вахши айтады. Маған қарай жылжып келе жатқан сияқты дейді Хамза, бірақ жүре алмай сол жерде құлады дейді Хамза радиаллаху анху. Сол кейін Вахши жарықтық исламды қабылдайды ертең Мекке ашылатын кезде. Мекке ашылған кезде Йеменге қарай қашып кетеді ол. Сонымен ей баршайшы сен пайғамбарымыз бәрін кешіріп жатыр ана Мұхаммед, сені де кешіреді баршайшы деген кезде бұл да келіп исламды қабылдайды. Исламды қабылдайды. Содан кейін
Мусайлима кәззаб деген өтірікші пайғамбарды өлтіреді Абу Бәкірдің кезінде. Сонда айтады ғой, мен бұл найзамен ең ізгі адамды өлтірдім және ең оңбаған адамды өлтірдім дейді. Мусайлима кәззабты өлтіреді осы Уахши ибн Харб. Жақсы деп ойлайық. Осындай пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген өзінің адал ынсаптылығын білдірген Мухайриқ, бұл яһудилердің несі. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осылайша өлетіні өлді, тірі қалып жараланғандар Мәдинаға қарай алып кетті емдеуге. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында шахидтер деген, былайша айтқанда қойша қырылып жатыр ғой сахабалар. Солардың барлығына қарап тұрып айтты ғой, я Аллах тағала, мен бұл адамдардың барлығына куәлікке өтем дейді. Анан қараңыз. Ухудта шахид болған сахабаларға ертең қиямет күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істейді? Өзі бөлек оларға куәлікке өтеді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деді? Бұлардың үстіндегі ағып жатқан нәрсе қан дейді сендердің көздеріңде дейді. Бірақ ол негізінде жәннаттың жұпар иісі дейді. Сендердің көздерінде қан, бұл біздің көзімізде қан, ол сойылып жатқан, бірақ ол негізінде жәннаттың жұпар иісі деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп Хамза радиаллаху анхудың мәйітінің жанына келді ғой. Хамзаның жанына келді де Хаббаб ибн Арат деген сахаба айтады, мен Алла елшісінің олай жылағанын ешқашан көрген емеспін дейді. Ана қараңыз. Жаңа айтып жатқаным сол, міне ең ауыр жыл деп жатыр. Мен Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам олай Хамзаға қиналғандығы сияқты жылағандығын көрген жоқпын ешқашан дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еңкілдеп жылады дейді Хамзаның алдында тұрып. Алла арыстан ғой Хамза деген. Бір өзі жайпаған арыстан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның артындағы үлкен тіреует, ол да кетті Хамза радиаллаху анху. Сонда Хаббаб ибн Арат айтады, біз Хамзаға кепен таппай қалдық дейді. Хамза радиаллаху анху кепен таппай қалдық дейді. Сөйтіп бір жаңағы шапан таптық. Ол шапанды төбесіне қарай жапсақ, аяғы ашық қалбады дейді. Аяғы быт-шыт болған дейді. Аяғына қарай тартсақ, оның бет аузында ештеңе жоқ дейді. Мұрын кесілген, құлақ кесілген, ерін кесілген, бауыр кесілген, сау жер жоқ ана кім Хамзаның радиаллаху анху жерінде. Жаңағы Хамзаның әпкесі бар, Сафия деген, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әкесінің әпкесі, Абдулланың әкесі. Сол келіп, мен көрем де көрем, Хамзаны көрем де көрем деп, жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға не қылды дейді, бауырымды көрем мен деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Оны алып кетіңдер, оның жүрегі шыдамайды деп айтқан екен да. Енді былайша айтқанда, адам бүйтіп қарайтындай болмаған ғой, ана мәйітке адам қарайтындай бір не жоқ, ешқандай көрініс жоқ ана жерде. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қатты қынжылтты. Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху айтады, сол кезде дейді Хамзаның жанында Мусаб ибн Умайр жатыр дейді. Мусаб ибн Умайр кеше Ухудқа мұсылмандардың туын, бүкіл туды мұсылмандардың туын алып шыққан мұғаллимул Құран, Құранның мұғалімі деп аталған ең ұлы сахаба Мусаб. Мәдинаның халқы түгелімен соның қолында исламды қабылдаған Мусабтың. Сол Мусаб соғыста жүрген кезде ана туын ұстап тұрған қолын келіп шабады ғой, Ибн Қамия деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның иығынан ұрған кісі бар ғой. Сол мына оң қолын шабады ғой. Оң қолдан найза түсіп бара жатқан кезде ту сол қолмен қағып алады. Кім? Мусаб ибн Умайр. Сонда сол қолын шабады жаңа. Сонда Мусаб ибн Умайр, Абдурахман ибн Ауф айтады ғой, аңғара. Қолдары да жоқ анан Мусабтың ше. Екі қол да жоқ. Тілініп қалған дейді. Олғанда кепен таба алмай жатырық дейді. Басына тартсаң, аяғына тартсаң, басына жетпейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ана Мусабпен кімге жаңа Хамзаның бас жағына қарай тартыңдар нені, шапанды. Аяқ жағына қамыс тастаңдар деп айтты дейді. Аяқ жағына қамыс тастаңдар деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда Абдурахман ибн Ауф айтады, бұл Мусаб ибн Умайр негізінде менен де абзал адам дейді. Мен бұл сияқты дінге әлі қызмет еткен жоқпын дейді. Мына Мусаб сияқты. Бірақ қараш дейді. Өліп жатқан өлімін қараш бұның дейді да. Былай тартсаң, былай жетпейтін матамен, шапанмен көміліп бара жатыр деп. Абдурахман ибн Ауф өзі тірі күнде жәннатпен сүйіншленген өте жомарт ұлы сахаба осылай деп айтқан екен. Жерде Абдулла ибн Жахш деген сахаба жатыр. Бұл Абдулла ибн Жахш ислам тарихындағы тұңғыш рет жорықты бастап барған кісі Абдулла ибн Жахш. Мен Абдулланың екеуін не істеді? Бір жерге жерледі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Құранды көп жаттағандар мен аз жаттағандарды қосып жерлеңдер деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал мына жерде тағы бір сахаба жатыр. Ол